Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым, құрметті кітап жанашырлары. Мен Салтанат Әбдіғалидің жетекшілігімен ұйымдастырумен өткізілген онлайн кітап оқу бәйгесіне қатысушы Гүлім Омар. Бізге осы айда оқуға берілген кітап жазушы Адам Мекебаевтың «Аспан асты, жер үстіндегі зұлмат» атты кітабы. Барлықтарыңызға тақырыбынан ақ белгілі болып тұрған шығар, қандай оқиға, қандай тақырып төңірегінде жазылған кітап екендігі. Бұл қазақтың басынан өткен аумалы төкпелі қиын заманның көрінісі суреттелген кітап, яғни ашаршылық тақырыбы суреттелген кітап. Біздің халыққа большевиктік жүйеден қарсы жасалған қиянат өте көп. 70 жылдың ішінде біздің қазаққа төнбеген зауал жоқ, біздің қазаққа жасалмаған қиянат жоқ, біздің қазақ шекпеген қасірет жоқ. Бірақ солардың ішіндегі ең үлкен қиянат, большевиктік жүйенің бізге жасаған ең үлкен қиянаты ол осы ашаршылық. Себебі осы ашаршылықтың кесірінен, аштықтың кесірінен қаншама миллион халық жазықсыз қырылып кетті. Олардың ішінде бейкүнә сәби періштелер бар. Жай ғана қырылып кеткен жоқ, қандай бір азаппен қиналып, бір түйір нанға, бір түйір дәнге зәру болып, сондай азап шегіп өлді. Және ең қиыны, ең жүрекке ауыры осы ашаршылықтың қолдан жасалуы. Яғни бізді, қазақты ұлт ретінде жою үшін, халық ретінде жою үшін, табандарына таптап өздеріне құл ету үшін большевиктердің қолдан саналы түрде жасап шығарған ашаршылық оқиғасының кесірінен біздің қазақ халқы үлкен қасірет шекті. Сондықтан осы тақырып төңірегінде жазылған әрбір шығарманы, кітапты оқу біз үшін міндет, біз үшін парыз. Осы кітап оқу онлайн бәйгесінде дәл осы тақырыпта кітап ұсынған үшін ұйымдастырушыларға, Салтанат ханымға үлкен рахмет айтамын. Және осы кітаптан түйген ойымды, кітапқа жасаған талдауымды сіздермен бөліскелі отырмын. Әрбір кітаптың, әрбір шығарманың өзіндік бір ерекшелігі, өзіндік бір айтары, берері болады оқырманға. Бұл кітаптың да өзіндік бояуы бар, өзіндік бізге беретін бір нақты, мәнді оқиғалар бар. Және солардың ішіндегі ең басты ерекшелік деп өзім оқырман ретінде назар аударып, оқырман ретінде көңілге түйген ерекшелік, ол кітаптың тек басты тақырып ашаршылық төңірегінде ғана болмауы. Яғни кітапта, шығармада қамтылған ауқымды тақырып ашаршылық, бірақ сол үлкен тақырыптың төңірегінде қаншама шағын тақырыптарды, шағын оқиғаларды бізге баяндап берді. Мәселен, адами құндылық, адами қарым-қатынас, адами қадір-қасиет, адамдардың бір-біріне деген құрметі, бір-біріне деген сыйластығы, отбасындағы ер мен әйелінің бір-біріне деген қолдауы мен құрметі, аманатқа адалдық, антқа беріктік, бір-біріне деген сенім, осының барлығы кітапта баяндалады, кітапта жазылады. Және қандай бір қиын кезең өтіп жатқан кезде адамның басынан осындай зұлматты жылдардың, зұлматты кезеңнің өзінде адами құндылығын жоғалтып алмау, болмаса сол қиындықтарға шыдай алмай адами қасиеттен аттау, осының барлығы менің осы кітаптан жеке өзіме түйген ойым, жеке өзіме түртіп алған, қабылдаған ақпараттарым деп айта аламын. Кітаптағы әрбір кейіпкерді түсінуге болады. Әрбір кейіпкерді жасаған іс-әрекет үшін, ол теріс әрекет болса да, ол бұрыс әрекет болса да ақтап алуға болады. Себебі ол кезде олардың алдында бір ғана таңдау, бір ғана міндет тұрды, ол аш қалмау. Ол бір түйір нан тауып жеу, бір түйір дән тауып жеу. Ол баласына сол бір түйір нанды тауып беру, қалай да баласын аштықтан аман алып қалу. Және сол үшін перзенттерін аштықтан аман алып қалу үшін соларға бір уыс
дән, бір түйір нан тауып беру үшін олар қандай әрекетке де болса да дайын болды. Қарлығаштың қанатымен су сепкеніндей қылып, әке шешесінің баласының қамы үшін, баласының аштан өліп қалмау үшін жасап жатқан іс әрекеттері құптарлық, сүйсінтерлік жағдай. Дегенмен оның артында, оның астарында бізбен біте қайнасып келе жатқан адами құндылық, адами қадір қасиет әрқашан бар. Кітаптың ең басты кейіпкері, кітап шығарма басталғаннан соңына дейін келген ол Түктібай. Түктібайды мен басында әрбір әрекет үшін түсінуге тырыстым, және әрбір әрекетіне түсіністікпен қарадым. Ол баласын аман сақтап қалғысы келіп тұр. Ол баласына нан тауып бергісі келіп тұр. Ол отбасын сақтап қалғысы келіп тұр. Аштықтан аман алып қалғысы келіп тұр деген сияқты ақтау, түсіну жағдайлары, факторлар болды. Дегенмен шығарманың ортасына қарай келген кезде Түктібайдың түпкі ниеті бізге толығымен ашыла бастады да, менің де оған деген көзқарасым өзгере бастады. Мысалы, Қабыш пен Мәдинаға кезіккен кезде олардың үйде жоқтығын пайдаланып, үйінде қалған қамқорсыз, қауқарсыз қалған кішкентай балаларды қорқытып, үркітіп, тығып қойған астықтар болса тартып алам деген ой туды ғой Түктібайда. Сол кезде менің де оған деген көзқарасым теріс жағына қарай өзгере бастады, және мен Түктібайдың сол үйге бармауын кәдімгідей тіледім. Және Жиенқұлдың кәрі шешесіне жұдырық жұмсап, ұлардай шулатып, 3 бала шағаның қолынан соларға талға жүгітіп отырған астықты тартып алып кеткен кезде, менің көз алдымдағы Түктібайдың адамгершілік бейнесі кәдімгідей төменге түсті, төменге құлдырады. Бірақ бір Түктібайға қойылатын плюс бұл жерде, және Түктібайға түсіністікпен қарайтын және оны кешіре алуға бір мүмкіндік, осының барлығын соңында, кітаптың оқиғаның соңында ол түсінді, қатесін мойындады. Қазақта қарғыс алма, алғыс ал дейді ғой. Сол Жиенқұлдың шешесінің қарғысы, Мәдинаның қарғысы оны жайына жіберген жоқ. Ол соларға жасаған қиянаттарының барлығын жауабын, өтеуін алды. Ең соңында аштықтан бөлек, бір жұтым су, бір түйір нан таба алмай аштықтан өлгеннен бөлек, иттердің талауында азаппен өлді. Бірақ сол сәтте ол өзінің кінәсін, өзінің қателігін мойындап, қабылдап, түсіне алды және өзін сол өлімге лайық санады. Тиіспеңдер, иттер талай берсін. Кезінде біз де осылар сияқты жазықсыз жандарды талай талағанбыз. Осы сөзі арқылы Түктібайды адамгершілік қағидасының бір саты болса да жоғарысына көтеруге болады. Өзіңнің қателігіңді түсіне білу, өзіңнің кінәңді мойындап, соған мойын ұсына білу, ол да бір ерлік, ол да бір адамдық. Және арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деп бекерге айтпаған ғой қазақ. Сол осы нақыл сөздің осы шығармада нақты көрініс табуы әрбірімізге де айқын көрінді деп ойлаймын. Себебі ол кезде тек бір түйір дән қаншама алтыннан қымбат болды. Қолыңда қаншама алтының болса да, қаншама ақшаң болса да, соны жұмсап сатып алатын нан болған жоқ қазақтың даласында. Соны сатып алатын дән болған жоқ. Сондықтан байлық, ақша, арпа, ақша, алтын, күміс, ол әрдайым сені барлық бәле-жаладан құтқарып қалатын нәрсе емес екендігін де түсінуге болады. Ең бірінші бұл жерде адамның ниеті, адамның іс-әрекеті, және сол ниетіңе сай жасаған амалың, әрекетің түбі алдыңнан қайтып айналып шығады. Оны біз Түктібайдың өмірінен толық көре аламыз. Түктібайдың сол уақытқа дейінгі шалқып өмір сүргені, халыққа жасаған қиянаты, тіпті сол ашаршылық жылдарының өзінде өзі сияқты қиналып отырған адамдарға жасаған қиянаты түбінде айналып келіп өзін тапты. Өзінің әйелінен айырылды, баласынан айырылды, өзі де ит өлімімен иттің талауында өлді. Кітаптың, шығарманың
жазушының бізге айтқысы келген бұл жерде бір жағынан біздің ата бабамыздың басынан өткен сол бір нәубет жылдарын бізге баяндап беру, бізге жеткізу болса, екіншісі сол оқиғалар арқылы, сол оқиғаның кейіпкерлері арқылы адамгершілік қағидаларының, адамгершілік құндылықтарының әрқашан керек екендігін, әрқашан біз үшін маңызды болуы керектігін бізге ұғындырғысы келді деп ойлаймын. Сондай осы кітапта, осы шығармада антқа беріктік, аманатқа адалдық баяндалады. Біздің қазақ халқы аманатқа, кісінің аманатына әрдайым өте сақ қараған, өзіне аманаттап тапсырған нәрсені межелі жеріне жеткізгенше, болмаса сол келесі адамға тапсырғанша, ол өзінің қарашығындай сақтаған сол затты, сол сөзді, сол керекті нәрсені. Қандай бір қиын кезең өтіп жатыр, осы кезде ашаршылық болып жатыр, қиналып жатыр. Соған қарамастан Қабыштың сол алтын күмістерді тиіспей, өзінің пайдасына жаратпай, өзінің шынайы бірге бөлісетін иесі келгенше тыққан орнында қалдыруының өзі қазақ халқының аманатқа деген адалдығының, антқа деген беріктігінің және сенімді сақтай алуының бір көрінісі, бір дәлелі. Кітаптың ерекшелігінің өзі осында деп айта аламын. Ашаршылық туралы айтты. Ашаршылық жылдары, ашаршылық кезеңдері болып жатқан халықтың тұрмыс тіршілігін суреттеді, және соның төңірегінде бізге өмірлік маңызы бар қағидаларды, өмірлік маңызы бар қасиеттерді әрдайым өзіміздің бойымызда ұстау керектігін, және сол кезде барып біздің межелі мақсатымызға жете алатындығымызды бізге ұқтыра білді деп ойлаймын жазушы. Мен жалпы ашаршылық төңірегінде, ашаршылық тақырыбында өте көп кітаптар оқыдым. Әрбір жазушыға шынайы алғысым, шынайы рахметім бар, бізге осы тақырыпты тереңнен түсіндіріп жеткізіп бере алған үшін. Осы аспан асты жер үстіндегі зұлмат кітабын мен осы уақытқа дейін оқымаппын. Осы онлайн бәйгенің арқасында оқып таныстым, және осы онлайн бәйгеге сол үшін рахмет айтамын, қатысқаныма қуаныштымын. Осы бәйгені ұйымдастырушыларға, бәйгенің демеушілеріне және Салтанат ханымға басы қасында жүрген үлкен алғыс білдірем. Ең біріншіден кітап оқуға деген менің қалауымды қайтадан дамытып келе жатқаны үшін, екіншіден осындай керемет шығармамен мені таныстырғаны үшін, үшіншіден осылай сіздердің алдарыңызда өзімнің талдауыммен, өзімнің түйген ойыммен бөлісуге мүмкіндік берген үшін. Барлықтарыңызға кеңес беремін осы кітапты оқуды. Қазақтың тарихын білу, қазақтың тарихымен танысу, сондай қолдан жасалған саяси қитұрқылықтың құрбаны болған ата бабаларымыздың өткенімен танысу әрбіріміз үшін маңызды. Ашаршылық большевиктердің қазаққа қарсы жасаған, қолдан жасаған қиянаты, шектірген қасіреті. Сондықтан онымен әрбіріміз таныс болуымыз керек, әрбіріміз білуіміз керек, әрбіріміз оны есте сақтауымыз керек. Және сол үшін осындай кітаптарды жиі оқып тұру біз үшін әрқашанда пайдалы. Аспан асты жер үсті зұлмат кітабының бізге берері өте көп. Біріншіден бізді тарихпен таныстырады, екіншіден жаңа осының алдында атап айтып кеткенімдей, әрбір адамның бойында болуы тиіс адами құндылықтарды бізге ұқтыра түседі. Қиын кезең болған кезде сол құндылығыңды, сол адами қасиетіңді сақтап қала аласың ба? Болмаса қиындықты, сол сынақты, өзіңнің амандығыңды сылтауратып, сол қасиеттен аттап кетесің ба? Антыңа, аманатыңа, сертіңе адал бола аласың ба? Саған артылған сенімді сақтай аласың ба? Ақтай аласың ба деген сұрақтардың барлығы осы кітапта толығымен жауап берілген, толығымен көрініс тапқан. Кітапты оқу шындығында мен үшін ауыр болды. Ең бірінші
халықтың тұрмыс тіршілігін көріп, оны көз алдыңнан өткізіп, оны елестетіп, солай біздің ата бабамыз қиналды ғой, не деген қиын кезеңдер болды деп, соның барлығымен өмір сүре отырып оқыдым. Жылап отырып оқыдым. Кәдімгідей жүрекке салмақ түсірді. Ең бірінші қиындығы осы болса, екінші ауырлығы сол қиянатты қазақтың қолымен жасауы, яғни қазақтың қолымен от көсеуі, большевиктердің қазақты қазаққа айдап салуы, қазақты қазаққа жау қылу, бір-біріне айдап салған сатқындыққа толы зарлы заманның оқиғасы суреттелген кітап ауыр, оқылуы жеңіл, қызықты және әрбіріміз үшін маңызды кітап деп айта аламын. Адам Мекебаевтың шығармашылығымен таныс әрбір оқырман үшін оның жазылу стилі, оның оқырманға жеткізе алуы барлықтарыңызға белгілі деп ойлаймын. Сондықтан тақырыбы айтылуға бір сондай ауыр, қиын тақырып болғанмен бізге жеткізілуі жеңіл, бірақ оқыған кезде бей-жай оқи салу мүмкін емес нәрсе. Себебі бір кітапта біздің бір тарих бар. Бір кітапта біздің ата-бабамыздың басынан кешкен зұлмат жылдардың көрінісі бар. Барлықтарыңызға осы кітапты оқуға кеңес беремін. Қазақтың тарихымен, қазақтың қолдан жасалған қиянатқа толы тарихымен танысу әрбіріміз үшін міндет, әрбіріміз үшін парыз. Біз тарихты ешқашан ұмытпаймыз, әрқашан есте сақтаймыз және сол кезеңдердің қайталанбауы үшін әрекет етуіміз керек, еңбек етуіміз керек. Бүгінгі тәуелсіз еліміз үшін, бүгінгі еркін қоғамымыз үшін, бүгінгі тоқшылық заманымыз үшін Аллаға шүкіршілік айтып отырып, осы заманды, осы тоқшылықты, осы тәуелсіздікті сақтап қалу үшін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірлесе еңбек ету керекпіз, бірлесе білім алып, білім беріп, бір-бірімізбен бөлісіп, жарқын болашаққа, жарқын өмірге, дамыған болашаққа бірге ұмтылуымыз керек. Осы онлайн кітап оқу бәйгесі үшін Салтанат ханымға, ұйымдастырушыларға, демеушілерге үлкен алғыс айтамын. Осы бәйгенің, осы жобаның алдағы уақытта жалғасын табуын тілеймін. Және қатысушылар да, жанкүйерлер де, оқырмандар да көп болсын деген тілегім бар. Сіздерге рахмет.